Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге Ақтастархан YouTube арнасы. Бүгін сіздермен ерекше сетсебелидің рецептімен бөлісетін боламын. Бізге қажет заттар: пияз қажет болады, сәбіз қажет болады, әші бұрыш және ас көктерден укроп және петрушка қажет болады. Әрине чеснок керек болады, осындай помидор қажет болады және қызыл болгарский. Банкаларымызды алдын ала парлап дайындап қоямыз. Ал енді іске кірісейік. Пиязымызды алып, майда етіп бөліктерге бөліп аламыз. Пиязды негізі ет тартқыштан өткізбей, осылай турасаңыздар, сонда суы шығып кетпейді қуырған кезде. Міне дайын болды. Енді сәбізімізді де теркадан өткізіп аламыз. Одан соң бізге қызыл болгарский қажет болады. Оны ет тартқыштан өткізіп алған дұрыс. Оны қызыл болгарскийдің барлығын дәл осы ет тартқыштан өткізіп дайындап аламыз. Дайын болды. Келесі кезекте помидорды да ет тартқыштан өткізіп алғандарыңыз дұрыс. Оның үстіне қалған заттарымызды, яғни сарымсақты да өткізіп аламыз. Және әші қызыл бұрыш. Оны да ет тартқыштан өткізіп аламыз. Керек заттың барлығын дайындап алдық. Енді біртіндеп қуыруға кірісеміз. Ыдысымызға қалауыңызша сұйық майды құйып, барлығын біртіндеп қуырып аламыз. Ең алдымен пиязды салып, қызарғанша жақсылап қуырамыз. Пиязымыз дәл осылай түске енген кезде оның үстінен сәбізімізді салып, оны да қуырып аламыз. Міне сәбізіміз жақсылап қуырылды. Үстіне ет тартқыштан өткізілген қызыл болгарскийімізді қосып, үшеуінің жақсылап қуырылғанын күтеміз. Міне помидорларымыз да дайын болды. Енді осы өткізілген помидорымызды үстінен қосып, бір қайнатып аламыз. Жақсылап бір араластырып, қалған татымына қарап керек заттарын қосамыз. Ол әрине тұзды өз қалауларыңызша қосасыздар. Және лавр жапырақтарын қоссаңыздар да дәмді болады. Және аздап қарабұрыш та қосып жібереміз. Ал енді жақсылап қайнағанын күтеміз. Міне сақырлап қайнап тұр. Дәл осылай жақсылап қайнап, сәбізі піскен байқылаңыздар. Егер сәбізі пісіп дайын болса, банкамызға жауа берсек болады. Дәл осылай сетсебелиді мен жылда өзім жауамын. Міндетті түрде сіздер де жауып көрсеңіздер болады. Осылай майға қуырсаңыздар, дәмі ерекше болады. Және сәбізді де осылай теркадан өткізіп жүрсеңіздер, ішінде әдемі болып көрініп тұрады. Банкамызды жауып аламыз енді. Міне дайын болды. Сіздер де дәл осылай жауып көрсеңіздер болады. Егер сіздерге рецепт ұнаған болса, біздің Ақтастархан YouTube арнасына міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Біз сіздерді түрлі рецепттермен қуантатын боламыз. Ал ас болсын!